мынадай презентация жасап жүргенде, міне мынадай презентация жасап жүргенде дереу жиналыңдар. Осы презентацияны осылай жасамаудың жолын қазір көрсетемін. Осыны бір үйреніп алып, осындай бір презентация жасамаңдаршы. Ол үшін подробный батырмасында баспаңдар, дайректке ештеңе плюс-минус жазбаңдар. Осы видеоны тоқтатып, көріп, қарап, жақсылап үйреніп алыңдар. Кез келген өздеріңіз дайындап алған мәтінді копиялап аласыздар. Мынау менің заметкеде тұрған мәтінім, оны копияладым, канваға өтесіздер. Мына жерде плюс дегенге кіріп, ол жерден документ деген бар. Сол документке кіресіздер, сөйтіп сол жаңағы копиялаған мәтінді осы жерге ставить етіп қоясыздар. Сол жерде, мына жерде 3 нүкте болады, соны бассаңыздар превратить деген шығады. Астында конвертировать деген шығады. Одан кейін осындай сізге бірнеше секундтың ішінде осындай шаблон жасап береді. Алғашында осы жасаған шаблонды сөздерін түзетіп алсаңыздар, мынаның өзі де болады. Немесе мына астында шаблондар деген бар, оның стилі бар. Содан өздеріңізге ары қарай жылжытсаңыздар, өздеріңіз қалаған түсте, қалаған форматта шаблондарды таңдап аласыздар. Мен мынандай қап-қара шаблон таңдадым, түсі ұнамады. Палитры деген жерден қара, сары араласқан түсті таңдадым. Применить ко всем страницам деген бастым. Одан кейін немесе шаблондарды міне таңдауға да болады. Енді осыны применить ко всем страницам дедік. Содан кейін маған міне мынандай қылып жасап берді. Енді менің текстіма көбінесе суреттері тура келмейді. Сол үшін өзім осы видеоға жасап алған суреттерім болған. Анау загрузки дегенді басып, галереядан жаңағы барлық суреттерді өзіме қойып шықтым. Кейбір суреттерді мынандай элементы деген жерден аласыздар. Элементы дегенді басып, жоғар жағына қалаған нәрсені жазуға болады. Мысалы, мен ресурс деп жаздым, себебі пайдаланған әдебиеттердің қасына соған бір ұқсас сурет табуым керек болды. Оның орнына ресурсты жазып, суретті қойдым. Ең соңына бір спасибо за внимание деп тұрған алдағы көрсеткен презентациядағыдай бір сурет қойым келді. Оған осылай ағылшынша жаздым, сіздер орысша да жазып алуға болады. Сонда жаңағындай қыздың суретін алдық. Енді мына жерде мен көрсетейін дегенім, мына мәтіндер қазақша болмай қалды, г, ғылар. Ол неге? Себебі кейбір шрифттар қазақша әріптерді танымайды. Сол үшін шрифтімді ауыстырдық. Open Sans деген таниды екен. Сонымен ауыстырып шығып едім, барлығы қазақша мәтінім дұрыс бола қалды. Оны применить ко всем дегені бар, маған қазір шықпады. Мен жеке-жеке Open Sans дегенге ауыстырып шықтым. Сол кезде мынандай қисық қалса, түзетіп асимметрия, симметрия деген сияқты орталап, шетіне әдемі көрінетіндей түзетіп шығасыздар. Содан кейін осындай мәтін, негізінен мынау мәтін презентацияда ескеретін бір нәрсе, көп мәтін болмау керек. Мен көрсету үшін дайын тұрған мәтінді жаза салдым ғой. Сол үшін мүмкіндігінше презентацияда мәтіндегі сөздерді азайту керек. Мысалы, шыбындағы гендердің шамамен 60% адамдарға гендерге деген жазудың орнына тек қана 60% деп жаза салса болады. Презентацияда жыпырлаған, жаңағы бірінші басында көрсеткендегідей сөздер болмау керек. Сөз мүмкіндігінше аз, сурет, диаграмма, графика сияқты нәрселер болу керек. Мына жерде де көп сөз бар. Оның орнына мысалы сандарды ғана жазса әдемі болатын еді. Мен осылай қойып шықтым барлығын. Бұны қатты ескеріңіздер, өте қатты көп. Сосын мына қойған себебі міне астындағы фоны жылтырап тұр, жазуы онша көрінбейді. Сондықтан да осындай жылтыраған фон қоймаңыздар. Оның орнына қатты қою фон, ал енді жазулары анық көріну үшін қою рең фондар қойған дұрыс. Ал енді тағы да қоса беру үшін плюсті басып, осылай мынау плюсті басып беттерді санын көбейтуге және анау тексті дегенді басып, мына жерге тағы да сөздер қоса беруге болады. Міне осындай әдемі презентацияны жасап алыңыздар. Бұның ең басты ескеретін фишкасы мынау ғой. Canva қосымшасы мынау жасанды интеллекттің негізделген осындай презентация жасап береді. Өте әрі тез, ал жасалған дүниені редакциялау өте оңай. Сабаққа керекті көрнекіліктерді жасаудың жолдарын үйренем десеңіз, есті сөз каналына жазылып қойыңыздар. Және болды. Сосын қоңыр қозы парақшасына.